Менің есімім Мұратұлы Юсуф, Астана профи қалалық шаруашылық колледжінің 3-ші курс студентімін. Бұл мамандықты 2019 жылдан бері өрт сөндіру құтқару спортымен айналысқандықтан, 2022 жылы 9-шы сынып бітірер кезде өз бапкерлеріммен ақылдаса келе Астана профи қалалық шаруашылық колледжінде өрт қауіпсіздігі мамандығын білдім. Содан кейін ұзақ ойланбастан осы мамандықты таңдадым. Бұл мамандықты мен ұнатамын, себебі кішкентай кезімнен бері мен әскери адам болғанды ұнататынмын және ол менің арманым болған. Сол себептен де мен өрт қауіпсіздігі мамандығын таңдадым. Әр мамандықтардың өз қиыншылығы бар. Сол себептен де ол қиыншылықтарға қарамай, оған төтеп беріп, керісінше сен бұл жұмыстан шаршамай, керісінше ләззат алатын болу керексің. Өз жұмысыңды махаббатпен, ынтамен істеу керексің. Өрт қауіпсіздігі мамандығын таңдай отыра, сіздер қоғамға пайдасын тигізетін маман боласыздар. Көкшетау қаласында өткен World Skills Ақмола 2024 өңіраралық кәсіби шеберлік байқауында командамыз 3-ші орын иеленді. Мен 7-ші сыныптан бастап өрт сөндіру құтқару спортына қатыса бастадым. Қазіргі таңда өрт сөндіру құтқару спортынан Қазақстан чемпионатының бірнеше дүркін чемпионы атандым. Атап айтсам, 2025 жылы Астана қаласында өткен қысқы чемпионатында шабуыл сатысымен оқу мұнарасының 3-ші қабатына көтерілуде 1-ші орынды иелендім. Мен сондай-ақ колледждің қоғамдық жұмыстарына белсене атсалысамын. Жүйелі түрде колледждің іс-шараларының белсенді жүргізушісі және мәнерлеп оқудан жүлдегермін. Арманым білікті маман болуды мақсат етіп, болашақта елімнің көркеюіне өз үлесімді қосқым келеді.